Assalamualaikum қазақ елі. Біз жақта ауылға келіп, ағамызға көмектесіп жатырмық. Міне. Жүгір. Жүгір деп қояқ деген ғой. Ағаларымыз бар, інілеріміз бар. Мына жақта міне қазір атты жабағы, биылғы төлдер ғой, соны шығып жатырмыз. Қазір байлаймыз. Жақта міне Олжас палуан інім бар, Әсет ағамыз бар. Қазір міне аяқтарын байлайын деп жатыр. Бұл ауылдың бір күні ғана, тек қана. Қазір мына жақтан байлайтын боламыз. Мына екі аяқтан бастайды. Ау! Я қазір сосын. Мына жақта өзі Олжас ініміз мына жақтан тістерін қарап отыр. Қазір жақтан тісіне кетеді. Бұл енді қарап отырсаңыз үлкен өмірге бір қадам қылып, медкомиссияны өткіземіз толықтай. Қазір бірінші жығамыз, байлаймыз, ода ұртысын көреді, сосын мұрында шеміршегін аламыз, ені саламыз, табыра босамыз, укол саламыз, сонымен көтіне бір тебемізді жібереміз ғой. Ары қарай сосын көре жатамыз. Қазір аяғын байлап жатыр. Қазір енді артқы екі аяқты байлайтын болады. Артқы екі аяқты байлаған кезде абайлау керек шамалы. Бұл деген асау. Далада жүрген мал ғой. Қазір енді міне абайлап, ақырындап артқы аяқты іліп алды. Ұстауға болмайды. Ұстаса егер тепсе қолды сындырып жіберуі мүмкін. Ондай жағдайлар көп болған. Міне кетті. Бұл жақында болмайды екен ғой. Мына кетті жаймен, аккуратно көрдіңіздер ғой. Бұл енді пәлен жылғы опыттың арқасында, тәжірибені айтпесе, екін бірі біз сияқтылар бұны байлау мақты қасына жолға қорқамыз жылқының. Мына қазір төрт аяғым, үшінші аяғым байланып отыр, төртіншісін байлап тастаймыз. Оп, міне. Үшінші аяқ кетті. Енді бір аяқ қалды. Қазір артқы аяқ. Соны байласақ, өзі біз дайынбыз. Қазір ұртысын көреміз. Олжас, ұртыс бар ма екен, жоқ па екен? Бар болса, ұртысты алатын боламыз. Қазір сосын аяқтан өзі инструменттер келіп жатыр. Міне төртінші аяқ байланып жатыр. Төртінші аяқ кетті. Укол салам екен, қотырдың уколын? Салса бәрін бір орындап жереміз. Аяқта қазір бұяқта ауылдық жерде жылқы көп болғандықтан табыра дейді. Әркім өзінің белгісі инициалын салады. Сол инициалын қыздырып отыр, мына жақта. Соны қыздырып қазір басатын боламыз. Оппа, міне болды, төрт аяғы байлаулы. Қазір міне Әсет ағамыз қазір бірінші мына жақта ұртыстері болады. Ұртысты егер алмаса, ол жылқы өсе келе тамақ жей алмайды, әже өліп те кетуі мүмкін. Сол үшін қазір нәрседен көрінбейді, енді бірақ тістері бар. Қазір сол тісті отверткімен болмаса үлкен бір қысқышпен міне мынандай алып тастайды. Оны ары қарай ұтыстырады, оны жұтып қоймайды, басқа алмайды міне. Бұл ұртыс екі жақта болуы мүмкін, или бір жағында ғана болады. Жас мал ғой, бір жағында болуы мүмкін. Әже. Қазір енді қаша деген ауырсын болып жатыр. Екінші жағын қазір ұртысын аламыз. Оппа, кетті. Кетпеді ма? Екінші тұрғанда кетеді жарған. Кетті ме? Міне. Міне, ұртысын алып тұстадық. Енді қазір шеміршекті келеміз. Ауылдағы, міне, мини операция жасаймыз. Мини операция, оны шеміршекті алу болады. Бұл шеміршектіден бұл аттар, егер шеміршек алмаса өсіп, бұл сиямай қалады, қысылып қалады, сиямай қалады, сонымен арты егер оны дұрыс білмесек, өліп кетеді ат бұдан да. Мына шеміршектер қарап отырсаңыз, мына шеміршек андай шығып кеткен. Былайынша ол сыртынан көрінбейді, ішін ашып өтілген кезде алып тастау керек. Сол ертең атты қыстайды. Сөйтеді өсе келе ол ат сие алмай қалады. Сонымен кеш болып қалуы мүмкін. Сол үшін ертерек біз алып тастайды. Міне. Қазір ана жақта ағамыз укол салайын деп жүр. Қазір қотырдың уколын салу керек. Өйткені бұлар қотыр болып кетсе де ертең ол жылқымызға күйіп бітпейді, шырып бітпей қалады. Сол үшін ішінде құрттарын түсіру екен міне. Міне бір жақ шеміршек кетті. Қазір ана жаққа міне өзі тұзын салып жатырық. Тұзын салдық. Енді қазір салмаймыз ба? Салмады ғой. Ұрғаш. Шорт кесік емес бе?
Мына қазір енді мынау жылқы малында екіге бөлінеді ғой, жаңа ұрғашысына бөлек салынады, енді еркегіне бөлек салады. Мынау қазір ұрғашы болып тұр, байтал болып тұр. Бұған енді бөлек саламыз қазір. Алдынан ойығы бар, шорт кесігі бар. Сөйтіп салатын боламыз. Горелка тұрша көке, е? Горел жақсы болып қой. Мына мына шорт кестік. Мына енді қазір так набетке ауыстырамыз. Мына ауыстырдық. Қазір бұны да сол қайталанады ғой. Қазір мына жақта мына қотырдың уколы. Укол түсіріп жүреміз. Қазір укол салынады, қотырдың уколын салады. Бұған ішінде қорытын түсіреді. 5 грамм салады бұяқ қотырдың уколы. Мына 5 миллиграмм. 5 миллиграмм тұрса айтасы, мына салыну керек. Опс, кетті. Бәрі қарапайым, мысалға оны ветеринарный врач шақырудың қажеті жоқ. Бәрі үйреніп алған, ағаларымыз, інілеріміз бәрі өзіміз істей береміз. Осындай үйімшілдікпен басталып жатқан іс болады. Мына укол салынды. Мына жақта ағамыз екінші жақты шеміршекті уже кіліп тастады. Қолдары алтын ғой, ағалар. Кетті. Шеміршегіңді алып жатсың ба? Иә, алып тастап жатыр. Мына шеміршектер өсіп кеткен екен. Шошқаның аны дейді анау, адыл сияқты. Міне сондай сияқты өсіп кеткен, қарасаңыздар тікірейіп тұрады. Мына кетті. Қазір мына жаққа мына тұз сеуіп жүрсек тезірек етті. Бітіп кетуіне жақсы болады. Енді үстіміз қан болған жоқ қой. Екінші жақ енді екінші жақты енін салады қазір. Бұл ен деген білесіздер, өзі әр адамның ені болады ауылдық жерде. Ол ен болмаса ертең мал жоғалған кезде осын тауып алуға өте оңай тәсіл. Бұл ата заманнан келатқан ғой. Мына ен салу кетті. Оппа. Ат енші, бұл ат болмай қалады, бір екі күнге есек болады ғой, бұл есек. Сүміреп сөйт есен танып жатыр. Біреулер айтуы мүмкін, бұны анау мынау деп, бірақ енді ауылда істелетін осы тірліктің бәрі осындай, көпшілік өйсіп істейді деп ойлаймын. Оны ешқандай артсыз керек емес. Болды. Не істейміз енді? Табыра ғой бұған күтетін, е? Оппа! Енді табыраны күтеміз. Қазір ары қарай түсіреміз. Ал, мына әркім өзі ауылда ен салын салады, ол табыра дейді қазақша. Мына табырасын салдық. Шашлық несі шығып жатыр ғой, шашлық несі мына. К деген табыра басылды. Осымен мысалға Құдай сақтасын, мал жоғалған жағдайда, басқа жағдайда осы табыра болса, жүні шығып кетсе де өшпейді. Енге қосымша. Енге қосымша дополнительно мынандай басылды. Ертең бұра шама қан болып, кейіннен жара болып кетіп қалады. Осымен видеомыз аяқталды. Мына әділет ініміз бар. Мына мына Олжас палуан, қарап қоясың ба? Мына ауылдағы аға інілеріміз мына. Әсет ағамыз. Сау болыңыздар, каналға тіркелеміз. Ауылдың өмірін әлі талай салатын боламын. Сау болыңыздар.